Өткен апта соңында сыр халқы әлем чемпионатының қола жүлдегерін күтіп алды. Жерлесіміз Олжас Оразаұлы Әзербайжан астанасы Баку қаласында өткен парадзюдодан команда қоржынын қола медальға толтырып, ел мерейін үстем етті. Жүйелі дайындық, төгілген тер, өрелі еңбек. Дәл осы қасиеттердің арқасы сыр спортшысы үшін байрақты бәсекеде жеңіс алып келді. Үздік 3-ші орынға таласта жерлесіміз испаниялық балуанды жеңіп 75 килограмм салмақ дәрежесінде көрнекі ойын өрнегін көрсетті. Еске салсақ, Олжас Оразаұлы 2017 жылы да қола жүлдені иемденген болатын. Енді алдағы уақытта Париж қаласында өтетін Олимпиада ойындарында барымды салмақпын дейді спортшы. Жарыс Баку қаласында болды. Бұған дейін оқу жаттығу жиындары болды. Грузия қаласында және Алматы қалаларында өзіміздің бапкерлерімізбен, жеке бапкерлерімізбен тыңғылықты дайындалып бардық. Жарыста 5 кездесу өткіздім. Бірінші кездесуде Германия палуанын жеңдім, Лазариатсымен. Екінші кездесуде тайпелік палуанды қылқындырвасымен өттім. Үшінші кездесуде Олимпиада чемпионы Әзербайжан палуанды Лазариатсымен өттім. Төртінші кездесуде Иран палуанына есе жоқ қойдым. Сосын үшінші орынға біз испанец палуанмен күрестім. Ол кезде ипонатсымен өтіп, үшінші орын иелендім. Рахмет, барша үстіп күтіп алып жатқан қызылордалық және бауырларыма және де үлкен спорт бөліміне үлкен алғысымды айтамын. Мынау элиталық күрес дзюдо түрінен, оның ішіндегі парадзюдодан біздің Олжас Оразалы бауырымыз тағы да бір деп айтсам болады. Бұдан алдында да 17 жылы үлкен додада жеңімпаз атанған. Енді міне бүгін кеше Бакуде өткен өлі додада әлем чемпионатының қола жүлдегері болып келіп тұр. Бұған енді біз бүкіл сыр еліне, осы спортты қолдаушыларға, енді спортты қолдап жүрген үлкен азаматтарға, жаттықтырушыларына үлкен рахмет айтамыз. Спорт саласы осындай қуаныштармен әрқашан қуантып жатыр сыр елін. Бұған біз әрқашан өз үлесімізді қосып жүрген жаттықтырушыларға, спортшыларға бәріне алғысымызды білдіреміз. Сондықтан да келіп тұрған балаларға, шәкірттерімізге осы Олжастың жолын берсін дейміз. Үлкен жарыстарда, додаларда осындай әлемдік Қызылорданың жігіттері чемпион бола берсін.